Қайырлы күн баршаңызға. Өте дәмді молочная девочка тортын дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 2 жұмыртқа саламыз. 80 грамм бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Және бір құты сгущенкамызды саламыз. Бұл жерде 380 грамм сгущенка. Жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Осындай біркелкі масса болған кезде 10 грамм разрыхлитель саламыз. Және 190 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Орташа жылдамдықта жақсылап бәрін біркелкі қылып араластырып аламыз. Осындай шет-шетіне қалып кеткен ұндарды қырып салып, және де жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. 24 диаметрлік формаға пергамент қағаздарын қыстырып, осылай дөңгелек қылып бастырып аламыз. 7 пергамент қағазын осылай дайындап аламыз. Негізі қамырымызды дайындап жатқан кезде осылай дайындап алған абзал, себебі қамырымыз қоюланып кетеді. 2 үйме ас қасықтан салып, жақсылап бір тегіс қылып, жайып шығамыз. Барлық 7 коржды да осылай салып, бірден дайындап алған дұрыс. Әйтпесе қамырымыз қоюланып кетсе, жағылмай қалады. 180 градуста қыздырған духовкада 6-7 минуттан пісіріп аламыз. Бисквиттарымыз пісті. Өте тез піседі. Және пергамент қағазынан оңай ажырап алынады. Сәл салқындаған соң осылай бәрін ажыратып аламыз. Креміміз дайындаймыз. 500 грамм творожный сырды алдын ала миксерлеп аламыз. Сол кезде творожный сырда ешқандай кесек қалмайды. Осылай жақсылап миксерлеп алған соң 200 грамм қантын тағын саламыз. Және 500 грамм 33% сливки қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жылдамдығын біртіндеп көбейтеміз. Осындай біркелкі масса болу қажет. Креміміз дайын. Салқындаған корждарымызды осындай арнайы кольцода жинайтын боламыз. Менің тортымның, яғни кольцоның диаметрі 24. 2 ас қасықтан крем салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Өздеріңізге ыңғайлы затпен бір тегіс қылып жайсаңыздар болады. Маған осылай қасықпен жайған ыңғайлырақ. Қалған корждарымызды осылай ортасына крем жағып, жинап шығамыз. Торттың биіктігі менде 7,5 см болды. Негізі мынау 10 см кольцо. Креміміз осындай артылды. Бұны жан жағына және үстіне пайдаланатын боламыз. Торттың жан жағын осындай вафельный стружкамен қаптаймыз. Тортымызды кольцоны ашпай осылай бірден көтеріп шешеміз. Сол кезде кремі әдемі болып шығады. Кольцоны ашып алатын болсаңыздар, корж өте нәзік болғандықтан кольцоға жабысып, торттың шет-шеттері жаман болып қалады. Вафельная стружканы жақ-жағына салып шықтық. Бетіне осылай қалған кремімізбен әдемі гүл жасаймыз. Вафельная стружканың рецептісі менің каналымда бар. Описанияға ссылкасын қалдырып кетем. Өте әдемі торт, міндетті түрде дайындап көріңіздер.